Шымкентте Әділет партиясының сайлауалды штабы көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтарға арналған арнайы кітапханада кездесу өткізді. Жиында инклюзивті ақпараттық орта қалыптастыру және сайлауалды бағдарламаның қолжетімділігі талқыланды. Штаб өкілдері мүмкіндігі шектеулі азаматтарға бағдарламаның негізгі бағыттарын түсіндіріп, брайль қарпімен әзірленген арнайы материалдар таратты. Әзір кезеңде біз тең қоғамды қалыптастыру мақсатында жасалып жатқан дүниеміз. Өйткені біздің сайлауалды бағдарламамызда да айтылғандай, яғни 751 мыңнан астам мүмкіндік шектеулі азаматтарымыз бар. Яғни бүкіл халықтың 3-7%-ын құрап отыр. Сондықтан осы азаматтарды мемлекет тарапынан әлеуметтік қамсыздандыру мақсатында үлкен жұмыстар атқарылатынын айтып өттік. Яғни ваучерлік системаны жүйені айтып отырмыз. Сондықтан бұл азаматтардың барлығы біздің назарымыздан тыс қалмайды. Партия әрқашан әлеуметтік мемлекетті орнықтыруда басты мәселе етіп алған. Сондықтан біз әрбір азамат үшін, олардың құқықтары мен бостандықтары үшін күресіп, яғни ашықтықты, жариялықты біз қамтамасыз етеміз. Партия бұл бағытта брайль қарпімен 6000 дана ақпараттық материал дайындап өңірлерге таратуда. Оған қоса үгіт-насихат роликтері ымдау тіліне аударылып, ресми сайтта дауыстық көмекші іске қосылған. Сондай-ақ партия бағдарламасында халыққа қызмет көрсету орталықтарында ымдау тілі мамандарын көбейту және қоғамдық инфрақұрылымды кезең-кезеңмен инклюзивтілік талаптарына бейімдеу ұсыныстары қарастырылған.